Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан Орео пирогының рецептісімен және жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қантымызды бір жұмыртқамызды салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен үстінен ұнымызды саламыз, какао саламыз, разрыхитель салып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр болып шығады. Иленген қамырдың екі жағына ұн сеуіп жайып аласыздар да дәл мен сияқты оқтауға орап формамызға орналастырып аламыз. Менде 24 диаметрлік форма. Кейіннен қолымыздың көмегімен шет-шетін жабыстырып, видеодағыдай бортиктарын шығарасыздар. Кейіннен салмасын жасаймыз. Салмасына 20-25% дүкеннің қаймағы, қант, жұмыртқа, кукурузный крахмал қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса шыққанша. Кейіннен оның үстінен ұсақталған Орео печеньелерін қосып, тағы да бір араластырып, алдын ала дайындап қойған формамызға салмамызды құйып шығатын боламыз. Үстіне әсемдік үшін мен дәл осылай Орео печеньелерін қойып шықтым. Сіздер де дәл солай жасап көріңіздер. Кейіннен дайын тұрған пирогымызды 180 градус қызып тұрған пешімізде 30-35 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Пирогты міндетті түрде суытып барып кесіңіздер. Дәмі деген енді тіл үйреді. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Айсұлу.